Selam dostlar, bugün sizinle birге осындай өте дәмді болып шығатын жасымық сорпасын дайындайтын боламыз. Видеоны көрмес бұрын каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңдар. Ең бірінші біз пиязды ұсақтап тураймыз. Одан кейін картопты видеода көрсетілгендей етіп, кубиктап тураймыз. Сәбізді де ұсақтап турауымыз керек. Одан кейін мен бұл тағамға тәтті бұрышты да қостым. Енді жасымықты алып, тазалап жуамыз. Ал енді тамақтың әзірленуіне кірісетін болсақ, бірінші қазанға су май құйып, оған пияз салып, жақсылап қуырамыз. Одан кейін қалған көкөністердің барлығын саламыз. Тұз салып, дәмдеуіштерді де қосуды ұмытпаймыз. Қазанға су құямыз. Негізі бұл жерде өздеріңіз білесіздер, егер сорпаны қою болып жасағыларыңыз келсе, суды азырақ қосасыздар. Мен суды көп қосқаннан кейін сорпам сұйықтау болып шықты. Тамақ қайнағаннан кейін мен прованские травы деген дәмдеуішті қостым. Одан кейін жасымықты да саламыз. Дайын болғанша пісіріп, оны блендермен ezеміз. Мінекей біздің өте дәмді және өте пайдалы тағамымыз дайын болды. Мына рецептпен жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Егер де видео ұнаса, арнама тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңдар. Келесі видеоларда кездескенше.